Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министрлігі, орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Охотзоопром өндірістік бірлестігі республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны барыс жедел әрекет ету тобының инспекторларының таңның атысы, күннің батысы 24 сағат бойы тынымсыз жедел әрекет ету жұмыстарының арқасында қоршаған ортамызда табиғаттағы сиреп бара жатқан қызыл кітапқа енген жабайы аңдардың қорғалуына барынша күш салуда. Табиғат ортақ, баға жетпес құндылық. Келер ұрпаққа көз қарашығындай сақтап аманаттау баршамызға ортақ. Онда орын тауып алып алыңдар, сюжет неге түспейді ғой бірақ енді. Оқудан представитель қасымызда жүре берсін, адамдар кездесіп жатса, қазір профилактикалық жұмыстарды айтып түсіндіруге неге ыңғайлы болады. Республиканское государственное казенное предприятие Охотзоопром при Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан – ключевое звено в системе государственной охраны животного мира. Инспекторы предприятия ежедневно несут службу вдали от глаз общественности, в самых отдаленных, труднодоступных уголках страны и зачастую суровых климатических условиях. Их главная задача – обеспечение охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных, таких как сайгак, кулан, джайран и архар. Работа инспекторов включает регулярное патрулирование ареалов редких животных, выявление и пресечение фактов браконьерства, взаимодействие с правоохранительными органами, участие в научно-исследовательских и мониторинговых программах. В начале 2000-х годов численность сайгаков в Казахстане достигла критически низкого уровня, всего около 21 тысячи особей. Благодаря последовательным мерам охраны, строгому контролю и самоотверженной работе инспекторов, численность сайгака сегодня составляет порядка 4 миллионов особей. Казахстан продемонстрировал один из самых успешных примеров восстановления исчезающего вида и заслуженно получил международное признание, в том числе через престижные награды, позитивные оценки мировых природоохранных организаций. Этот успех стал возможен благодаря слаженным усилиям государственных органов, научных учреждений, международных партнеров и в первую очередь инспекторов и егерей на местах, которые, рискуя жизнь, защищают диких животных от браконьеров и незаконной торговли. Работа в степи требует не только высокой профессиональной подготовки, но и настоящего мужества, дисциплины и преданности делу. Инспектор – это не просто служащий, это защитник будущего нашей природы. Мы показываем работу инспекторов, чтобы уже каждый понял, редкие животные в Казахстане сохранились не благодаря случаю, а потому что каждый день кто-то выходит в степь на защиту наследия, природы и нашего будущего. Әр ай сайын кезекті сапарымызды атқарып, кезекшіліктерімізді жүргіземіз. Осы еліміздің таулық аймағы бар, құм алқаптары бар, бетпақ даласы бар. Ақбөкендеріміз мекендейтін. Өзім және тобымызда енді 5 инспектор жігіт болады, әріптестеріміз. Бұлайынша айтқанда енді бір командамыз ғой. Біраз жылдан бері бірге жұмыс атқарып келе жатқан. Далада бір-бірімізді жаңағыдай сөз айтпай-ақ мимикамен, жестикуляциямен, ыммен түсініп. Абайлаңдар. Тақырмен Тошыққа қарай направление, тақырмен Тошыққа қарай. Нұреке, естідіңіз ғой, оңға? Оңға. Міне, мотоцикл ұсталды. Ала ұстал. Екі адам құлады, міне, мотоциклде. Міне. Ойбай, күйіктер, міне. Мотоциклде күйіктер, өздері құлады. Міне, мүйіздері бар. Ұсталды. Міне, екі адам. Қолдарын байқаңдар, қолдан қатты қайырма. Қолдан. Мына жерде 5, 6, 7, 8 бас киікке ұқсайтын аңның еттері, міне. Жағдайымыз жылдан жылға дұрысталып келе жатыр ғой. Радио байланысымыз бар, спутник телефондарымыз бар. Ұялы байланыс ұстамайтын жерде түкпір елде жүріп, звондап хабар алып, хабар айта береміз. Дей тұрғанымыз енді жұмысымызды жеңілдететін іс-шаралардың бірі ғой енді оларда. Мынау
жол талғамайтын автокөліктеріміз бар. Оларда енді біраз жұмысымыз жеңілдетеді. Жаңа аңға шығатын қаскөйлер демекші, орысша айтқанда жаңа браконьерлер ғой. Олардың да автокөліктері, жабдықтары біздікінен енді асып түспесе кем болмайды. Жұмысымызды осылай атқарып, жыл 12 ай осы табиғаттамыз. Маусымына байланысты аң-құстың көшуіне, қонуына байланысты соларды бағыттап күтіп алып, енді бұлайынша келіп кететін құстарды шығарып салып, өзімізде мекендейтін аңдарды қорғау жұмыстарын ұйымдастырып, ол енді біз бұлай айтқанда еліміздің, жеріміздің тірі байлығымыз, ұрпақтан ұрпаққа қалдырып мұра қылып кететін мақтанатынымыздай бар көп осы әлем елдерінде жоқ жануарлар, құстар бізде өсіп, бізде мекендейді. Соның бәрін енді аялап, қадірлеп, пайдаланбасақ, келешекте бұл әлемдік практикада бар, жоғалып, жойылып кетеді. Сондықтан енді қолымыздан келгенше күннің суығына, ыстығына қарамай, еңбегімізді аянбай, үлкен жауапкершілікпен енді далада жұмысымызды атқарамыз. Жұмысымыз жеңіл емес, жеңіл жұмыс жоқ қой. Біреу жаңа кабинетте отырып, қағаз жазып, психологиялық тұрғыда шаршайды. Бізде енді в основном физический нагрузка дейді ғой. Азына кешке дейін автокөлікпен жолсыз селкілдеп жүруде оңай емес. Оны шыдайтындардың ішінде шыдайды. Қасымыздағы жігіттердің, өзінің басқа өңір, басқа облыстағы жігіттердің бәрі мықты жігіттердің қатарларынан. Ана пост бар ғой, біз оңға бұрылып кеттік қой, атаңдар жігіттер. Сол жерде тіке өтесіз ғой, сол тау ғой. жылы мемлекет басшысының тапсырмасымен Қазақстанда браконьерлікке қарсы жаза күшейтілген. Бұрын браконьерлік қылмысы дәлелденген адамның мүлкі тәркіленіп, 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылса, қазір жаза мерзімі 10 жылға дейін артты. Мемлекеттік инспекторлар мен қорықшыға қатысты өмірге қол сұғушылық және күш қолданған үшін 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру, не мүлкі тәркіленіп, өмір бойына бас бостандығынан айыру көзделген. Табиғат қорғау саласында атап өткенде осы республикалық мемлекет қазыналық кәсіпорын өндірістік бірлестігі Охотзоопром саласында 15 жылдай жұмыс атқарып келе жатырмын. Неше түрлі жағдайлар орын алады. Үлкен қауіпі бар жұмыстардың бірі деп толыққанды айта аламын. Өткенде біраз тәжірибе өз басымнан өтіп, өзім сол жағдайлардың куәгері де болдым. Мына далада жүргеннен кейін енді аңшылыққа, заңсыз аңшылыққа, заңды аңшылыққа шыққан қаскөйлердің, аңшылардың барлығында қару болады, атыс қаруы. Суық қарулары болады. Сосын табиғатқа шыққаннан кейін ішімдік ішеді. Жаңағыдай қандары қызып. Сол алдарына келген кезде енді в основном заңсыз аңшылар ғой, енді қаскөйлер, браконьерлер сыр көрсеткісі келеді. Осы мекемемізде жұмыс атқарған өзімде бұлай танимын. Осы қаскөйлердің қолдарынан қаза болып кетті. Осы жұмыстарын атқарып жүріп, қарумен оқ атылып, сөйтіп өмірден озып кеткен жағдайлар орын алды әріптестеріміздің. Одан бөлек ауыр дене жарақаты дейді ғой. Түнгі қараңғы мезгілде тоқтатамыз автокөліктерді. Біреумен сөйлесіп тұрсақ, екіншісі келіп артынан әріптесімізге мойын тұсынан пышақ сұғып алып, сондайда да жағдайлар орын алып жатыр. Сондықтан енді
жұмыс оңай емес. Бір-бірімізге осы қасымызда жүрген жігіттер бір-бірімізге жаңағыдай берік болып, қараңғы жағдай болса бір-бірімізді арқамыздан қарап тұрып, өмірге деген туындыратын қауіпті исключать ететіндей жағдай жасап жұмыс ұйымдастырамыз ғой енді былай айтқанда. Біз мына оң жағына айналайық, сіздер сол жағымен. Мынау координатта кездесуге айналып барды. Рациялардың тартатын жаңа ара қашықтығы 25-30 километр ме бағдат? Сол ара қашықты ұстап отырайық былай. Сосын енді күдікті машиналар кездесіп жатса, тоқтатып, профилактикалық жұмыстар бар жүргізетін дегендей. Біз оң жағымен кетейік, сіздер сол жағынан 25-30 километр рациялады ғой. Сол расстояние жағып, сол бір координатта кездесейік. Мына екі жолын қосылатын жері ғой. Жан жақты обход жасап қарап отырайық. Ал құрметті әріптестер, жаңа мына экипаж жетекшілерімен ақылдасып, маршрутымызды, бағытымызды мына карта бойынша маршрутты белгіледік. Бүгінгі кездесулікті екіге бөлініп, рация мына арнайы құралымен сөйлесіп, бір-бірімізден бағдар айтып, машина, автокөлік, мотокөліктер кездесіп жатса, соларды тексеріп, профилактика жұмыстарын жүргізіп өтейік бүгін осы алқапта. Ал жүретін бағытымыз белгіленді. Әрқайсымыз өзіміздің бұйрық бойынша бекітілген автокөліктерімізге мініп, жолымызды бастайық бүгінгі кезекшілігімізді. Ал сат сапар, ақ жол бәрімізге. Жол болсын. Оқа, бұрыламыз қазір, абайламыз. Өтіп барады burada. Sürü ver. Ayakta. Kaca, sola ara gitti. Aldın da, kurdun da, şandı. Allah'a da. Gelip kaldı oldu. Eskert көре кеді ғой. Мынаған байқады көре кеді. Ұстап. Видеоны түсіріп отыр. Бәрі бар. Түсіріп ал бәрі. Екінші ма түсіп ойда? Екінші сақта, екінші. Hayır, zat. Zat programında. Қолға тастап кетті. Екінші мотоцикл қайда? Үшшеде. Не ол, мылтық па? Қане? Үшшеде. Апа. Мылтық үшшеде. Мына жерге тастай салдың ба? Нені? Мылтық. Екінші мотоциклда екіншісі. Келатыр ма? Келатыр еді? Сапарларға кетеміз. Еліміз енді Аллаға шүкір кең байтақ. Сол әке-шешемізден кіріп бара жатып, ата-анамыздан батасын алып кетеміз. Енді әкеміз Асқар Тау дейді. Әкеммен ақылдасып, сол кісінің сөздерін тыңдап, далада жүресіздер дейді жаңағыдай. Аманшылықты тілейді ғой енді, былайша айтқанда. Ақыл кеңесін береді. Сабырлы бол дейді далада. Шешім қабылдар алдында әбден ойланып барып, қабылдайтын шешімің деп сөйтіп әкемізден нұсқаулық жаңағыдай. Ақыл тыңдап шығамыз, батасын алып. Дәулет білесін, дастархандағы мерекелі белгісі әрқашан аман болсын, жүргенде жолдардың болсын. Енді қалай қарағанда бұл бала өзі таңдады бұл жұмысты. Өзіне ұнайтын жұмыс. Енді қиыншылығы бар бұл жұмыстың да 15 күнде жұмысқа кеткенде біз қатты ойлаймыз енді. Енді бұлай естіп жатқан шығарсың, бұрында да бұлай алдында да
нелер болып жаңағы инспекторлерді атып кетті, айырылды. Соны уайымдайсың ғой, бала болғасын қайтесің, сол 15 күн күтесің. Сол келген кезде уф дейсің, кейбір кезде кетіп 2-3 күн связьда шықпай, жүрген жерлерінде болмай. Сол шамалы аласың енді уайымдап. Анамыз енді ол ақжаулық. Анамыз әрдайым енді жаңа ұлы атқа мінсе, анамыз тақымын қысып отырады дейді ғой. Ол кісілер де уайымдайды, енді уайымдаған білдіргісі келмейді. Тілеуіміз тілеп жаңағыдай. Енді ана ретінде уайымдайсың, бірақ Аллаға тапсырам. Батадамыз, дуадамыз. Әйтеуір келгенше кішкене енді ойлайсың. Балалар өсіп келе аттар, қызығын көрсетемін деген. Шүкір енді. Сол жұмысын шаршадым деп айтпайды ғой. Сол жақсы өрен болғасын, енді қайта біз оны айырмыз, енді шаршайма. Енді өзіңіз білесіз. Далада жүреді, неде жүреді, тамағы қалай сұраймын ғой. Ой, бәрі жақсы уайымдамаңыз дейді. Кейде связьға шығып тұрады. Сол тек амандығын білдіріп сол жүреді. Дауысын естігенге нетесің ғой енді. Қуанып қаламыз. Енді бала-шаға бар, 15 жылдың орта есеппен алғанда енді іс-сапарларымыз 2 апта болады. Мына маусым кезде күшейтілген жұмыстар атқарамыз. Бұл кезде 20-25 күнге кетіп қалады. Енді орта санақпен 2 апта деп алғанда енді осы 15 жылдың 7 жылын үйде болыппын ғой. 7 жылы осы жұмыс атқарып, жұмысымызда жігіттермен бірге жүріп. Бала-шағаның да бұлай өні өскен байқамай қалдық, шыны керек. Папам деген өте батыл адам, менің ойымша, өте осы бізді жақсы көретін, жүрегі үлкен, қолы ашық адам, үнемі бізге көмектеседі, табиғатты жақсы көреді, жануарларды жақсы көреді. Осы заттарға бізді кішкентай кезімізден үйреткен. Әрине, папамның жұмысы кішкене менің ойымша қиын, өйткені ол жылы офиста отырмайды. Сондықтан да кішкене ойымдаймын, бірақ менің ойымша менің әкем өз жұмысын профессионалы, сондықтан да қорықпаймын. Сол үйдегі бала-шағаның анасы бар енді, өзіміздің жарымыз Құдай қосқан. Ол кісі де уайымдайды отырып. Үлкен жоғары жылдамдықпен жүреміз. Заң бұзған азаматтар кім өзі тоқтап, кім берілгісі келеді. Бәрі қашып құтылуға тырмысады. Ол дала жолдың бәрі жаңағыдай әдейілеп жайылған асфальт жол емес қой. Ойы болады, шұқыры болады. Жолдасымның жұмысы өте қиын, қауіпті деп айтуға да болады. Өйткені 13-15 жылдай осы салада жұмыс жасайды. Қазақстанның, біздің байтақ еліміздің барлық өңірлерінде жүреді. Айына бір рет жаңағы іс-сапарға шыққан кезде ойымыз бөлініп, қайда жүрсек те, қайда жүр екен, 2-3 күн деп неге шықпайды, связьға шықпайды. Сол кішкене алаңдатады. Көліктері де жақсы, экипировка деп айтамыз, солардың бәрі жақсы. Сонда да енді алыс жолға шыққан кезде уайымдаймыз, көңіліміз бөлінеді. Сол осы 15 жылға жуық осындай өмір сүріп жатырмыз деп айтуға да болады. ке байланысқан. Байланыстамыз. 78 мынау айырма жолдан оңға қартай шамамен бір автокөлік жол талғамайтын ізін байқаптым, және қосымша мотоцикл. Екеуінің жол оңға қартай шығып кеткен, біреуі степке шығып кеткен, біреуі кальяның үстімен кетіп бара жатыр. Мотоцикл степке шығып кеткен.
қабылданды. Примерно арақашықтық қанша арамыздың? Шамамен байқалмайды. Сіздермен біз шамамен бір 2 шақырым шығар арамыз. Сіз осында келесіз ба? Болды, қарай беріңіздер. Қазір біз де жақындаймыз сол неге айырмаға. Жақсы, қабылданды. Осы жерден шығып кеткен бе шал, онда? Не, дрон көтеріп көрейік та мына. Дрон көтерейік. Мына уақытқа кеткен екен. Әуелі көріп алайық. Чтоб бірден машинамен барып. Нар жақ бер жағын қарайды. Не машина екенін тоқтап тұр ма әлде? Алады ғой дронның несі? Алады ғой. 8 километрге онда көтерейік міндетті түрде дронды. Ол сіздің бағытымен қазір көтеріп түсіріп көрейік. Бағыттап. Осы бағытта бейне көріңіз. Примерно ана сексеуілдің ар жақ бер жағы ғой. Енді солай шығар. Калияда сексеуілдің оң жағында жатыр шамамен. Калия? Аха, Калия сексеуілдің оң жағында жатыр. Біз как раз еле сайда тұрып көрмейді біздің машиналар ше. Примерно. Көрінді ма еді? Көрінді, машинаны табылды. Сексеуілдің оң жағында. Так, бізден қанша расстоянияда тұр, арақашықта бізден? Шамамен дрон 10 километрда тұр бізден. Машина одан ары тағы да 5 шақырым. Шамамен 15 шақырым болып қалады. Жүріп барады ма? Жоқ, тоқтап тұр. Жақындатамайсың еще анау адамның санын зат салып отыр ма? Барынша жақындаттым қазір. Жүк салғыш ашық тұрған сияқты. Онда бұлай қылайық. Пока тұрса, онда 2 машинамен шығайық та, біреуміз осы ізімен кетейік, Калиямен. Біреуміз алдынан бөгет қоямыз ба? Маха. Онда дронмен жұмыс жасап тұрам, сіздерге направление беріп отырам айында, иә? Қабылданды, аха. Процентмен айтасыз. Жақсы, қабылданды. Жақсы. Бізді жаңа көлік байқап қойған сияқты, қозғалып атқан сияқты. Біз оң жақпен шығып, бір алдына шығатын бөгет қоятын бір жол іздейміз. Қабылданды, түсіндім. Автокөлік байқалды ма сіздерге? Байқалды. Сіздер алдынан бөгет қойыңыздар, біз алыстамыз сәл. Мініп атыр, машиналардың артынан тұқа беріңдер. Біз алдынан болып тоқтатамыз еді. Жақсы, қабылдандық. Біз Калияға түсіп алдық. Олар Калияға түскен жоқ әлі, алыста бізден. Жетпісегі хабар. İşte bu başlangıçta elektrik işareti. Başlangıç koruğu bola mı? Zаңға қарамаға işte zatlarımız ruhsat bolsa. Кімнің қаруы? Атыс қаруы. Аталып берді. Құжаттары бар ма? Бар. Өзіңізбен бірге? Жоқ, өзіммен жоқ. Қазақстан Республикасы заңына сәйкес, мен сізге түсіндіріп айтайын. Бұл атыс қару құжаты өзіңізбен бірге болды, біріншіден. Екіншіден, мына далалық аймақта жүрген жерде бұл атыс қаруы өзінің қорабында болу керек. Мынандай ашық жатқан болмайды. Оның енді реально бар ма документ? Жоқ па? Бар.
Өзіңізбен бірге жоқ, иә? Өзіммен бірге жоқ. Кім, сіздің атыңызда ма? Жоқ, мен атамызда. Басқа бір атында, Иә. Енді бұл... Білесіз бе, негізі біреудің қаруын бүйтіп машинаға салып көруге болмайды. Иә? Не мақсатқа алып шықтыңыз? Мал қарап жүргенбіз. Қасықтан бірдеңе шықпаса. Дұрыс қой енді, иә. Мал шаруашылығы біріншіден автокөліктің мемлекеттік нөмірін тұру керек заңында. Екіншіден мына қару ата-ана атында емес, сіздің атында болу керек ше. Сіздің атында болу керек, сәкен. Дұрыс ол. Қасқыр тиеді, жыртқыш тиеді, қару жүрген дұрыс рұқсат қағазы бәрі тура болып тұрса. Мынандай қылып бұл алып жүруге болмайды, емін-еркін ше. Артқы сиденьені есін ашып көріп жіберейікші. Мына атыс қаруын заңсыз алып жүргенге байланысты құзырлы органдарға барып, жергілікті полиция бөліміне барып, мына қаруға хаттама толтырылып, ары қарай шешім қабылданады. Жаныңыздағы азамат кім болады? Автокөліктен түсу талап етіңіз. Ашамыз. Шығасың ба сыртқа бала? Шығатын. Сіз кім боласыз? Азаматқа автокөлік минбесте кім боласыз? Қандай мақсатта жүрсіздер? Жай. Малға. Автокөлікте заңға қарама-қайшы келетін тағы да жаңа багаждан табылған аңшы қаруынан бөлек тағы да қарулар, суық қару бар ма? Сіз жалпы яғни сіздікі, иә? Сіздің меншігіңізде ол. Екеуміз бір-біріңіз танисыздар ғой жалпы, иә? Танимыз, иә? Есіңіз кім сіздің? Нұрлан. Нұрлан. Нұрлан, отырған жеріңіз есігін ашып жібересіз ба? Нал. Иә. Сізді таныстырып өтейін, 793 және 792 баптарына байланысты көзбен шолып тексеру мақсатында бір нәрсе заңға қарамай келетін заңдар, заңсыз заттар анықталған жағдайда 792 баптан сүйене отырып автокөлік тексеретін болады. Түсінікті ма? Иә. Нұреке, сіз ашуланбаңыз да. Сіз, например, мал қарап жұмысыңыз жасап жүрсеңіз, бізде мына мемлекеттік жұмысыңызды атқарып жүрсеңіз. Понятно. Оған енді мінез көрсетіп ашуланбай. Болғанда мына атыс қаруына байланысты заң бұзушылық болып табылады ғой, сәкен айтып жүрдім ғой жаңа. Сол жөнінде енді жаңа тиісті хаттамалар жазылып, полиция бөліміне барып, атыс қаруымыз тапсырылады болады меншігіне. Сол жүріңіздер алып енді елге. Жима кетеміз қазір. Тиісті қағаз құжаттарды тапсырды. Алыңыз сені. Қолданып болған қару ғой, иә? Игрушечный ғой ғой? Игрушечный дейсіз ба, Нұреке? Оны енді құзырлы органның сараптамасы анықтасын, иә? Бұл игрушечный ма, пугач па, әлде действительно жарамды аңшылық қару ма, оны енді құзырлы органдар бар, олар анықтап өздеріне алады. Болды енді қазір тиісті хаттамасын баянатын толтырып, азеке неге істеп тұр? Мына жер қай ауданға қарайды? Ұлытау облысы ғой, иә? Иә. Неге Жанарқа районына ма соған қарайды ғой? Сізге апарып местный жергілікті жаңағы 2 жыл отпақтан. Болды қазір құжаттарды алып берейін. Алып келіп. Жетпісегі байланыста мен ұсталған азаматтардың автокөліктеріне отырып, сіздердің арттарыңыздан жүріп отырам, сопровождать етіп, ближайший ішкі істер бөлімінің бөлімшесіне айдайсыз ғой. Жанарқа ауданы учаскелік полиция қызметкерімен байланысқа шығып қойдым. Бізде сол полиция бөлімінде күтіп байқап отырыңыздар енді атыс қару бар машинада. Назарларыңызда кішкене күшейтіп, хорошо?
Енді бұл жұмыс өзіңе ұнау үшін ол жұмыс енді шын көңілден, шын ниетпен сол жұмысты жақсы көруің керексің деп ойлаймын енді. Сол уақытта жаңағыдай жұмыстың жеңіл ауыр болмайды. Бәріне төзіп, бәріне көніп, жаңағыдай нәтижелерін көрсетіп жүруге болады деп есептеймін енді өзім. Жерлеріңіз бәрі дұрыс па дейді? Иә, өзімізге берілген аумақты толығынан шолып шықтық. Ешқандай заң бұзушылықтар байқалған жоқ. Бір-екі машинаны көрдік. Малшылар үгіт насихат жұмыстары жүргізілді ғой. Жүргізілді. Онда енді келесі бағытымыз қазір таулы аймақты асып өтіп, құмалы қабына өтеміз. Құмалы қабына бүгін ертең жұмыстарымызды жүргізіп, бағытымызды ары қарай ала береміз. Кешегі бабаларымыз таңбалы тастарды бекер салған жоқ. Өйткені таңбалы тастарда қарап тұрсаңыздар, бүгінгі таңда қызыл кітапқа енген неше түрлі жануарлардың суреттері бар. Міне сол бабаларымыздың есебі бойынша келер ұрпақ келеді, өз анасына, өз табиғатына оқ ататын ұрпақ келеді деп пайымдаған болу керек. Өйткені сол жануарлар жойылып бара жатыр. Біз тек қана тастағы таңбаланған бейнелерін ғана көру үшін осындай таудың шатқалдарына еніп жатқан жайымыз бар. Сол таңбалы тастағы суреттер кешегі күнгі бабалардан бізге аманат. Ал бүгінгі тірі жүрген, қызыл кітапқа енген жануарларды қорғап, сақтап, келер ұрпаққа жеткізіп жатқан міне батырларымыз осы табиғаттың аясында сонау Маңғыстау, Батыс, Атырау, Орал төңіректерін, Ақтөбе төңіректерін аралап, 20 күн бойы үйден жырақта, бала-шағадан алыста, ата-анасының ақ тілегімен, батасымен елге аман-есен оралып келіп жатқан жайы, біз соларға қосылдық. Бір күндік сәт сапарымен бірге біз де көрейік, тыныс-тіршілігімен танысайық деп қосылған жайымыз.